Онкологиядағы ядролық медицинаны дамыту үшін 10 жылдай уақыт қажет. Бұл туралы бүгін Астанада өткен онкологиядағы ядролық медицина тақырыбындағы ғылыми практикалық семинарда айтылды. Малайзияда бұл саланы өндіруге мәселен 20 жылдай уақыт кеткен екен. Қазірде Қазақстанда бұл бағытта нақты жұмыстар қолға алынып, шетелдік мамандар қазақстандық дәрігерлерге шеберлік сабақтарын ұйымдастырып, семинарлар өткізіп жүр. Бүгінде медицинада бұл саланың мүмкіндіктері жоғары. Радиофарм дәрілер әзірленіп, онкологиялық ауруларды анықтауда және емдеуде кеңінен қолданылуда. Соңғы 9 айда елімізде радионуклидті ем түріне жүгінгендер саны 1200-ден асқан. Артымда гибридті құрылғы отыр, оның көмегімен дене мүшелерінің жұмысын тексеруге болады. Науқастарға сәулелі диагностика жасауда мұндай аппараттың Қазақстан бойынша баламасы жоқ. Алайда Қазақстанда бұл салада мамандар тапшы. Дегенмен жас дәрігерлердің ядролық медицинаны зерттеуге деген ынтасы жоғары.